Ассалаумағалейкум. Міне біз бүгін QG Лига комментаторларының дауыстарын және олардың матч жүргізген сәттерін қарап, арасынан үздіктерін таңдаймыз. Бүгін мен Ерсін Ерік және Алматыдан Әлімжан Асқар қосылады және еліміздегі үздік комментаторлардың бірі Ербол Қайыров. Ербол, не дейсің? Достар, ассалаумағалейкум. Негізі қызықты жарыс болатынына сенімдімін. Сондықтан да бүкіл үздік комментаторларды аламыз деген ойдамын. Еркесін, Әлімжан Асқар үшеуміз әділ ретінде төрелік жасаймыз. Мықты комментатор үшін не істеу керек? Көп оқу керек. Журналист болу керек. Біз қазір эмоцияға қараймыз ба, әлде тіл байлығына қараймыз ба? Көбісі айтады, комментаторлар олар әртістер. Сондықтан да театрал нелерге бару керек. Дауысты ойнату керек, иә? Кішкене эмоциямен жұмыс істеу керек. Ендеше біз бастайық. Қатысушыларға, болашақ комментаторларға сәттілік. Құрметті көрермен, Ерсін мен Ербол және мен Әлімжан Асқар үшеуміз қазір QG Лиганың комментаторларын анықтаймыз. Мен бір қаталдау болам, бірақ әділ қазы болуға уәде етемін. Алмады. Дауыс кішкене қосу керек қой. Пенальти, кішкене эмоция. Бір темпта кетіп қалды дауысы. Алматы, Қайрат, Саидов неге 10-шы? Саидов емес, Саидов. Жидеден тартқан жоқ па? Шортынан тартқан ғой. Жоқ. Жоқ. Европа деген болмайды. Айдын Нашкенов 2 ұпай, бірақ ойлап отырмын осы жігіт дәлелдеймін деп. Ертең Айдын Нашкенов күшті комментатор болып, Қазспорт арнасының бастығы болып, ана жерде есінде ме деп отырса болса. Андай Суперстар KZ, сондай X-факторларда жеңіліп қалғанда бір жүріп отырады. Мен де кезде сондай болғам деп. Нашар енді. Есет Төлешке ұқсайды екен. Көрдің ба? Әуелете асырылған пас дейді, Ақтілеу Қалдыбай. Негізі асырған пасы деген дұрыс та. Мысалы, сен үйде не тамақ жедің десе, асылған ет демейсің ғой. Анамнан асқан етін жедім дейсің мысалы. Қазақша сөйлеуде қателік. Ол бірақ бұл Ақтілеу Қалдыбайдың кінәсі емес негізі. Бүкіл комментаторлар сөйтіп сөйлейді. Ана бар ғой, вечно смотреть на 3 вещи деген. Соны айтып отыр. Онша емес мынау. Негізі конкурсқа қатысып жатқан адам кішкене видео сапасына да әсер етеді ғой, қарау керек. Жаңағы жігіт мысалы, Әнуар видеосын салып, кішкене дайындым. Но вообще жібере салған, ұттым болмаса болады. Вратарь! Итак, посмотрим, что из этого выйдет. Последняя атака матча. Свисток судьи. Зырно! Аслан Сарваров деген. Николай Озеров сияқты деген. Момент и... Отбиваются игроки Шахтера. И это угловой. Судья дает последний угловой. Вы просто взгляните. Невероятно. Зор, навес, момент, гол деген күшті екен, бірақ 90 минут бойы бұлай матч жүргізу мүмкін емес негізі. Мен 10 беріп тастадым ғой Асланға. Негізі 7-5. Асланға бермеген орыс тілді болғандай конкуренция қаламайды. Мен кімнен қорғадым? Қазір айтуы мүмкін, жаңағы тәжірибе жоқ, бірінші жүргізуіміз деп. Мысалға біз қазір төмен баға репетиция жасауға болады. Репетиция болады. Мына отрезоктарды жібердің неге, 5-10 рет жасауға болады. Кезінде солай жүргіздің ғой. Бәрін шығарып тастап бір бөлмеге кіріп, негізі айтуға болатын еді мына жерде. Хотя бы қағазға жазып, соны оқып тастап. Просто негізі бұл кезде тілден қателесуі мүмкін, жарайды, әріптен, не болмаса жаңағы бір информация, бірақ дауыс керек, ең бастысы эмоция керек. Данияр сол эмоцияны көрсету керек еді мына жерде. Кішкене әлсіз болып қалды. Бірақ енді 6 беремін мен сонда да. Аққозына ешкім бартқан жоқ, өзі... Шедевр. Это шедевр! Чисто по приколу жіберген сияқты ғой, баға бермей ақ қой, 0. Сонымен 43 кандидатураны қарап шықтық. Негізі жақсы
сіздерге келер маусымда QJ лиганы жүргізетін комментаторлар пулын қалыптастыруға әбден мүмкіндік бар екен. Жақсы комментаторлар шықты арасынан. Соларды мен атап өтейін ба қазір? Шыңғыс, Марғұлан, Жақып Марғұлан, Шыңғыс Сенғажин. Одан кейін мына жерде Аслан Саруаровқа қанша бердің? 7. 17 ұпай, нормально. Асланды өткізейік. Жігіттер және Айнұр Байкенова өте керемет. Маған шыны керек ұнаған кандидатуралар бар, және жалпы хабарлассаңыздар, QJ лигадан бөлек біздің телеарнада да жұмыс істеуге болады, мысалы, ондай мүмкіндік бар ғой. Сіздерден адам алып қойғым келіп тұрған жоқ, дегенмен QJ лигаға да практика біздің сүйікті чемпионатымыздан бөлек, мысалы, шетелдегі футболды жүргізуге болатын сияқты. Сондықтан мұнда үздік саналғандар хабарласып, мен сосын бастықтарға кандидатураларыңызды ұсынып көрсем болады. Екеуміз 43 комментаторларды тыңдадық. Негізі жаман емес. Сәттілік, енді ары қарай келесі кезеңге өтіп жатса, жігіттерге эмоция қосу керек, әлі де сосын кішкене сөз саптауды реттеу керек, дұрыс қолдана білу керек. Сонда үздік шығады деп ойлаймын. Ендеше QJ лиганың ойындарында сіздерді естіп, үздік комментаторлардың қатарынан көреміз деген ойдамыз. Сәттілік. Және тағы да айта кетейік, QJ лиганың әлеуметтік желідегі парақшаларына тіркеліңіздер. QJ лиганың барлық жаңалықтарымен хабардар болып, біліп жүріңіздер. Жас футболшыларға қолдау көрсетейік, және еліміздің болашақ футболшыларын қашанда демеп, қолдап, жанкүйер болайық. Ендеше QJ лигамен бірге болыңыздар.